Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі тақырып ештеңені ертеңге қалдыртпа, қиындатпа. Барлығын жеп-жеңіл қабылдау керек. Жалпы өмірде барлығы жеңіл. Ештеңе қиын емес, ештеңе страдать етуге тұрмайды. Біреулер жүреді, бірнеше теңге қарызы бар, кредиті бар. Бірдеңе істесейші, бірдеңе жасасайшы десе, салфиып салысы суға кетіп, менің қарызым бар ғой, кредитім бар ғой. Оған қарыздың, кредиттің дым қатысы жоқ. Просто сіз бар зейініңізді, бар күш қуатыңызды, бар энергияңызды сол қарызға кетіріп жатырсыз. Сол үшін де сіз қарыздасыз. Қарызда. Нені ойлайсыз, соған сәйкес әлемде тартылыс күшімен сіз соны өзіңізге тартасыз. Сондықтан бопты, қарызыңыз болса не бопты, сіздің бетіңізге жазып қойған жоқ қой. Сіз көшеде кетіп бара жатқан кезде ешкім мынау қарыз екен, оған жолама деген жоқ қой. Адамдармен мәміле жасаңыз, сауда жасаңыз, тіршілік жасаңыз, жұмыс іздеңіз, телефоныңыз бар, қолыңызда телефонмен жұмыс сұраңыз, жұмыс іздеңіз. Телефоныңыз тартып алмайды ғой. Бір жерге барғыңыз келе ма? Бүгін билет алып тастаңыз, барыңыз ертең. Қарызым бар екен деп жата бермей. Иә, қарызыңыз бар болса, үлкен қомақты сума болса, шекарадан шығармайтын шығар. Енді шекарадан басқа жердің барлығына жүруге болады. Ешкім тұсап аяғыңызды байлап тастаған жоқ, байламайды. Қолыңыздағы телефонды тартып алған жоқ, қолыңызда телефон бар. Біреумен хабарласыңыз, досыңызбен сөйлесіңіз, әңгімелесеңіз, ағайын туысыңызбен бөлісіңіз, пікір мәміле жасаңыз, досыңызбен әңгімелесеңіз, біреумен солай шығу жолын қарастырыңыз. Жайдан жай үйге депрессияға кіріп, бітіп солып жатпай басыңызды. Жалпы статистика бойынша үлкен қарыздағы адамдардың қарыздан шығу жолдары бір Алламен және өзіне деген мықты сенімдердің арқасында алып шыққан. Ешкім сіздің қарызыңыз бар екен деп үйіңізде жатсаңыз, бұғып жатсаңыз, бір затты ертеңгіге қалдыра берсеңіз, ол тезірек төленеді деген сөз емес. Ешкім сіздің қарызыңызды төлеп бермейді. Сондықтан түсіну керек, саналы түрде түсіну керек. Болсын болмасын тіпті қарызыңыз, ештеңені қиындатпай, бірдеңе сату керек па? Бүгін сатыңыз, сатып бастаңыз бүгін. Біреуді кешіргіңіз келе ма? Телефоныңызды алыңыз да телефонмен жазып жіберіңіз, кешір деп. Біреумен достасқыңыз келіп жүр ма? Сәлем, қалың қалай деп жазып жіберіңіз. Осылай басталады. Әрбір қадамды қазір жасап көріңізші. Сол ары қарай кетеді. Сіздің жеңіске жетуіңіздің, сіздің үлкен мықты дүниелер жасауыңызға осы бірінші қадам жеткілікті. Сондықтан қиындатпаңыз. Ештеңені қиындатпаңыз, жеңіл қабылдаңыз, болды.